Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы 7-ші бөлімін айтып беремін. Айдана сол кезде әкесін қуыршақтың баласын іздеуге қалай көндірерін ойлап отырып ұйықтап қалады. Түннің ортасында әкесі келіп Айдананы оятады. Қызым, қуыршақтың баласын іздейміз бе? дейді. Айдана сол кезде қуанып әкесінің арқасына асылып алады. Сөйтіп олар іздеуге шығады. Далаға шықса, олардан есік алдылары теңіз екен. Әкесі соңымнан қалма деп теңізге сүңгіп кетеді. Айдана да сүңгіп кетіп, әкесінің артынан қалмай жүреді. Сөйтіп әкесі тоқта деп қолмен белгі береді. Айдана сол кезде тоқтап қалады. Олар қуыршақтың баласы шынымен де алып екен. Адамдар қуыршаға бір адамның қолын тістеп алған. Қуыршақ ар жақтан Айдана, баламды құтқаршы деп айқай салды. Айдана, қорықпа, әкем құтқарады деді. Олар артынан қалмайды. Айдана мен оның әкесі адамдардың артынан қалмай жүреді. Сөйткен соң олар тоқтап қалады. Өйткені 3 адам оңашада отырып бір темір алып шығады да Айдананың қуыршағын баласының аузын ашпақшы болады темірмен. Жоқ деп Айдана айқай салады. Әкесі, тыныш отыр, әйтпесе біз оның баласын құтқара алмай қаламыз ғой деп айтып жатқан кезде олар Айдананың қуыршағының баласының аузын темірмен ашып жібереді. Әкесі оны айтқысы келмей өзінің бауырына басады. 3 адамның біреу қол соғып жатса, екіншісі кеуделерін ұрып, мен мықтымын дегендей белгі көрсетіп отырды. Ал әкесі олардың не үшін қуанғанын түсіне алар емес. Егер де балалар бұның жалғасын көргілеріңіз келсе, 8-ші бөлімін күтіңіздер. Сау болыңыздар!